Кіші мектеп жасындағы балаларға екі таңбалы саннан бір таңбалы санды азайтуды үйреткіңіз келсе, осы видеоны қараңыз. Екінші сынып оқушысы практикалық тұрғыда қосу және азайту амалдарының мән-мағынасын жақсы түсінеді. Яғни, бала қосу дегеніміз заттардың әртүрлі тобын біріктіру, ал азайту дегеніміз заттардың тобынан қандай да бір белгісіне байланысты біраз бөлігін алып тастау керек екенін түсіндіріп айтып бере алады. Баланың осы бар біліміне сүйене отырып, ондықтан аттап өту арқылы азайту тақырыбын түсіндіріп көрейік. Ол үшін біз 22 алу 9 мысалын қарастырайық. Құрметті менің каналымның оқырмандары, осы видеоны көріп, соңына пікір қалдырып, лайк басыңыздар, колокольчикті басып қойып, менің келесі видеоларым туралы ескертулерді біліп отырсаңыздар болады. Сіздердің қолдауларыңыз менің каналым үшін өте қажет. Сонымен 22 алу 9 мысалында ондықтан аттап азайту тақырыбын түсіндіремін. Ол үшін біз 22 санын жазып аламыз және 9 санын төбеге жазып қоямыз. Себебі бізге мына 9 санын жіктеу керек болады. Біз ондықтан аттап азайту деген сөздің мағынасын түсіндіре кетейік. Бұл жерде мына 22 деген санды біз ондыққа келтіріп алуымыз керек. Яғни дөңгелек санға, 20 дегенге санға келтіріп алуымыз керек. Сол үшін біз 22-ден алдымен 2-ні аламыз. 9-дың алдымен 2-сін аламыз. Бізде 20 қалады. Енді қалған 20-дан біз аламыз, тағы 7-ні аламыз. Сонда бізде 13 қалады. Яғни осы орындаған амалдарымызды қайтадан түсіндіре кетейік. 22 санынан бала 9-ды бірден ала алмайды. Ол осыған дейін тек қана ондық сандар көлемінде қосып азайтып келген. Сондықтан балаға жеңіл болу үшін біз 9 санын 2 және 7 сандарының қосындысы түрінде көрсетіп береміз. Бала осылай көрсету керек. 9 дегеніміз 2 мен 7 деп. 9-дың бұдан басқа да құрамы бар. 9 дегеніміз 3 пен 6, 9 дегеніміз 4 пен 5 деген түрлері бізге бұл жерде жарамайды. Себебі біз мына тұрған 22 деген санды, 22-ні біз міндетті түрде ондық санға, 0 мен аяқталатын санға келдіріп алу үшін біз 9 дегеніміз 2 мен 7 деген осы түрін аламыз. Және 22-ден алдымен 2-ні аламыз, 20 қалады, 20-дан 7-ні аламыз, 13 қалады. Міне осылай азайтуды математикада 2-ші сыныпта ондықтан аттап өту арқылы азайту деп атайды. Енді осы жерде құрметті ата-аналар, құрметті ұстаздар айта кету керек. Бастауыш сыныптың оқушысы ол әсіресе 1-ші, 2-ші сыныпта міндетті түрде көрнекі ойлағанды жақсы көреді. Көрнекі образды түрде ойлағанды жақсы көреді. Яғни осы айтылған сөздердің бәрін көзбен көрнекіліктер арқылы көрсетіп беру керек. Сол үшін мынандай көрнекілікпен дайындасаңыз болады. Бұл жерде 22 санын біз 1 ондық және 2 ондық түрінде көрсеттік, және 2 бірлігін бұлай бөлек көрсеттік. Енді осы жерде біз 22-ден алдымен жаңағы айтқандай 2-ні аламыз дегенде, мені 22-ден алдымен 2-ні алып тастаймыз. 22-ның 2-сін алып тастағанда бізде 2 ондық қалды, 20 қалды. Енді осы 20-ның 2 ондықтың мына 1 ондықтан 7 бірлігін тағы алып тастаймыз. 7 бірлігін алып тастаймыз. Сонда бізде қалғаны 10 және 3. Бұл жерде тағы айта кету керек, қалай алдық? 22-ден алдымен 2-ні алдық, содан кейін 7-ні алдық. Сонда бізде 13 қалды. Жаңағы түсіндірген жаңа сабақты бекіту үшін бірнеше мысалдар қарастыра кетейік. Мысалы, 42-ден 9-ды азайту керек. Дәл жаңағы 22-ден 9-ды азайтқан сияқты, бұл жерде де 42-ні біз дөңгелек санға келтіріп алуымыз керек. 40 деген санға. Сол үшін біз 42-ден алдымен 2-ні азайтамыз, 40-тан 7-ні азайтамыз. Сонда бізде 33 шығады. Келесі тапсырмада 23-тен 7-ні азайтуымыз керек. Ол үшін біз 20 деген санды ондыққа аттап, яғни дөңгелек сан 20 жасап алуымыз керек. Сол үшін біз 23-тің алдымен 3-ін аламыз, 20 қалады, 20-дан тағы 4 аламыз. 20-дан 4 алсақ 16. Байқап отырғандарыңыздай, бұл жерде біздің балалар 1-ші сыныпта өткен санның құрамын осы жерде пайдалану керек. Мысалы, 9 дегеніміз 2 мен 7, 7 дегеніміз 3 пен 4 деген білімдерін осы тапсырманы орындауда, осындай мысалдарды орындауда пайдалану керек. Тағы бір мысал, 56-дан 8-ді алатын болсақ, 56-ны біз 50 деген санға келтіреміз, дөңгелектеуіміз керек. Сол үшін біз 56-дан алдымен 6-сын аламыз, және 50-ден тағы 2-ні аламыз. Сонда бізде 48 шығады. 12-ден
аламыз 6-ны. Ол үшін 12-ден алдымен 2-ні аламыз, 10 қалады. 10-нан тағы да 4-ті аламын. Сонда 6 қалады. Қандай тақырыпты да түсіндірер кезде біз балалардың қабылдау сезім мүшелеріне есту, көру, сипап сезу мүшелеріне әсер ету арқылы түсіндірсек, ол сабақты жақсы қабылдайды. Бұл жерде сіздерге видеоның соңында қолда бар заттармен, көрнекіліктермен балаға қалай жаңағы ондықтан аттап азайтуды түсіндіруге болады. Бір айта кетейін дегенім, біздің балалар біреулері аудиалдар, олар жай ғана сөзбен түсіндіргенді жақсы қабылдап түсініп алады. Біреулер визуалдар, оларға суретпен, сызбамен түсіндіргенді жақсы қабылдайды. Тіпті кейбір балалар бар, олар тактильный восприятие дейді, яғни қолмен, саусағымен ұстап, өзі практикалық жұмыс жасап отырып, орындағанда тапсырманы жақсы түсінеді. Сондықтан мен осы сіздердің алдарыңызда осы көрнекілікті дайындап қойдым. Бұл кәдімгі конфеттер. Балаға былай түсіндіруге болады. Саған 12 конфет берілді. 12 конфет берілді. Осының 5 конфетті алып тастау керек. Сен қалай аласың 5 конфетті? 12-ден алдымен нешені аламыз? 12-ден алдымен 2-ні аламыз. 2 конфетті аламыз. 12-ден 2-ні аламыз. Тағы да 5 болу үшін тағы да нешеу аламыз? 12-ден тағы да 3 конфетті аламыз. Сонда біз 12-ден алдымен 5-ті алдық, содан кейін 3-ті алдық. Сонда бізде қанша қалды? Нешеу қалды? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Яғни 12-ден 5-ті алғанда 7 қалды деп балаға түсіндіреміз. Балалардың кейбіреулері осындай тактильді қабылдау арқылы бұл тапсырманы жақсы түсінеді. Қалай болса да біз балаларға бұндай тақырыпты бірнеше рет қайталау арқылы олардың жадына, еске сақтау қабілеттеріне әбден осы ақпарат орныққанша қайта-қайта айтып түсіндіре беруіміз керек. Бұл олардың болашақта осы тапсырманы жақсы орындауына мүмкіндік береді. Ондықтан аттап азайту тақырыбы балаларға 3-ші сыныпта да, 4-ші сыныпта да мысалдар шығаруда, түрлі тапсырмалар орындау барысында керек болады. Сондықтан осы мен көрсеткен тәсілдерді пайдаланып, балаларға түсіндіріп көріңіздер. Осымен менің ондықтан аттап азайту тақырыбындағы видеом аяқталды. Соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Келесі видеом математиканы оқытуға арналады.